Армысыздар қазақ елім. Алмас Шахимовтың ісі бойынша сотқа өткен болатын 453 статьямен. Бірақ біз ол статьямен келіспейміз. Өйткені біз аналар, мынау әскерде қайтыс болған, мүгедек болған сарбаздың аналарымыз білеміз. Индира Тоғанбаеваның қалай жылап жүргенін, Алмастың қаншама фото суреттерін көрдік. Денесінде сау жері жоқ. Бірақ бұл зұлым билік 453 статьямен жібереді. Ол жерде анықтан анық көрініп тұр. 99-шы адам өлтіру бабы бойынша іс қаралу керек еді. Бірақ өкінішке орай біз 10 қараша күні митингке шыққанбыз аналар. Бізді осындай жағдайға осы сіздер биліктегілер мәжбүрлеп отырсыздар. Біз талап еткенбіз, осы тергеуіміз қаралсын, аяғына дейін жеткізілсін деп. Осы Алмас Шахимовтың осы ісін біз қайтадан қаралсын деп сұраған болатынбыз, өтініш жасағанбыз. Бірақ өкінішке орай міне президент 12 күн тапсырма берді, бірақ бұл тапсырма орындалып жатқан жоқ. Сондықтан біз талап етеміз, осы аналар керек болса қайтадан митингке шығамыз. Тоқаев естіп отырсаң, осы Алмас Шахимовтың ісін 453-пен емес 99-шы баппен қайта қарап, тергеуді әділ жүргізіп, сотқа дейін жеткізіп, осы Алмас Шахимовты өлтірген жауыздар бостандықта қашып жүр, соларды заң алдында жауапқа тартуын сұраймыз. Біз аналар талап етеміз. Сіздің тапсырмаңыз орындалып жатқан жоқ. Бүгін 1 желтоқсан 2025 жыл военный судтан шығып келе жатырмыз. Анамыз Индираның ұлы Алмас Шахимов, жаңа өздеріңізде енді естіп біліп жүрген шығарсыздар, жаңа үстіне шатыр құлап кетті деп, жел болып, үстіне шатыр болғанда, военный шатырлар ғой, палаткадан құралған, қолдан құрастырылатын да енді уақытша неге. Сол шатыр құлап кетті деп, жаңа баланы неғылды, қайтыс болды ғой 3 жыл бұрын. Бүгін соның соты болды, офицерді жауапкер қылып. Сол айтайын дегенім, жаңа офицер Байызбеков Дәурен деген офицер екен, ешқандай неге тартылған жоқ, жауаптыққа енді даже условный да берген жоқ баланың қайтыс болғанына. Сонымен қазір сот бітті, содан қазір мен шығып тұрмын. Ашық сот болды. Айтайын дегенім, сонда мысалы мен тәрбиеші болып барсам, жаңағы балдарды ойнатуға, басқа сол жерде жаңағы мен ғана ешнәрсе қылмайды да, басқа адамдарға да ешнәрсе қылмайды. Мысалы сол банағы бала өлсе, мен жауап бермеймін да, рахат екен ғой. Так что алға Қазақстан, бұл жаңа Қазақстан, Назарбаев айтқан еді ғой, менен кейін күшті болады деп. Сол сияқты енді сол рас болып тұр ғой. Фантастический Қазақстан болып баратыр ғой. Мен вообще сөзім жоқ айтуға басқа. Бұл не деген сұмдық, бұл не деген масқара. Қазақстанда болып жатқан жағдайлар адам шоққа келтіретін болып жатыр. Мынау әскерде қайтыс болған 3 жыл бұрын Шахимов Алмастың шырылдап жүрген анасы кеше астанада шыққан Туғанбаева Индираның ұлының сотына шығып тұрмыз. Бүгін үкімі шықты. Жазалайтын адамдары офицер Байызбеков Дәурен бір күн 1 сағатқа отырғызған жоқ. Бұл миға сыймайтындай шок. Осындай бола берсе, ешкім ештеңеге жауап бермейтін болса, балалар бірінің артынан бірі қаза болып жатыр. Енді аналар, ата-аналар балаларын әскерге жібермейді мына түрмен. Құрметті қауым, осыған бәріңіз қосылып, осыны талқылаңыздар. Осы өйтуге болмайды. Индираға көмек беруіміз керек бәріміз. Баласын өсіріп, бағып, қағып, жіберіп отырған анасы баласынан айырылып, зар жылап отыр. Сотқа да келмеді. Енді мына жағдайымыз мынау. Ешкім жазаланбады. Соған мен қатты наразымын. Президент Тоқаев, сізге де өтініш, осыған өзіңіз кірсіңіз. Өйтуге болмайды. Бірін навесте құлады деп, навес құлағанда ол навес неге нықты тұрмады? Неге оның бәріне жауап беретін офицерлер жоқ? Ол зонада ешкім ештеңеге жауап бермейтін зона ма? Ол бір емес, не деген офицерлердің саны бар сол жерде? Қалай біреуге бірнесе құлай салып, біреу өле салып, соған ешкім жауап бермейді. Мен соған өте бір шокты состояниеде тұрмын, шынымды айтсам. Осыған бәріміз араласайық. Ben Байназар қызымын, активистпін. Сарбаз Алмас Шахимов кісі қолынан қаза тапқан денес
пышақталған, денесі темекінің күйдірген, общем, денесі сау жері жоқ. Сондықтан 453 баппен келіспеймін, 99-ға ауыстырылсын. Талап етемін. Президент Тоқаев, сенің тапсырмаң орындалсын.